қарттар қазына. Қазір енді бұл барлық жерде емес, бірақ кейбір кезде сондай жағдайлар болып қалып жатыр. Не дейді? Шешесі барлар ше, өскенше менің мамам деп саласады дейді. Өскеннен кейін сенің мамаң ба? Бар ондай нәрсе. Мен қолым тимейді, мен командировкада, мен ондамын, сенің үйінде болсын, сенің үйінде болсын. Өткенде бір жерге шақырды, бір жиынға да. Барсақ, қарттар үйіндегі адамдар шақыртқан екен да. Кәдімгі костюм шалбарда, нарядный киініп алған, нормальный ше, түрлері келіскен, қария кісілер, орысы бар, қазағы бар келді да. Ана кісілер кедейлерден емес, ана кісілер. Айтып жатыр да енді, сіздерге Алла разы болсын деп жатыр да. Бірақ осындай болып қалды, біздің де бала шағаларымыз бар. Бірақ осындай болып қалды, біз қарттар үйіндеміз дейді да. Одан кейін маған сөз беріп отыр, мен не айтам мен? Ана жерде сөйлеу қиын да, бір нәрсе айту оларға. Қараңыз ағайындар. Өзіміздің әке-шешелерімізді қарттар үйіне өткізіп жібереміз. Не болмаса ағамыздың сенің үйіңде тұрсын, сенің үйіңде тұрсын деп беріп жібереміз. Сөйтеміз да, мына өсіп келе жатқан бала шағаларымызды платный садикке береміз да. Ақылға салып қарашы. Сенің әке-шешең үйіңде отырса ше, сенің бала шағаңа қарайтын тегін садик еді ғой бұлар. Білесіздер ма? Не үшін баяғы аталарымыз балдарынан гөрі немерені жақсы көріп? Сіздің балаңыз дейтін болған баяғыда шешелерін, қазіргі келіндер анау енесінің алдында балдарын мыжғылап езгілей беретін болды ғой. Баяғы әйелдер енесінің алдында баласын менің балам деп еркелетуге қорқатын болған. Қорықпаса да ұялатын болған. Неге? Бұл сіздің балаңыз ғой, сіздердің балдарыңыз ғой деп. Не үшін? Қараңыз, қағиданы қараңыз. Айтады, бала, әкесі мен баланың екеуінің диалект бар ғой, екеуінің сөйлескені. Сіз оны менің балам деп сөйлесесіз. Не дейді? Мен айтам, меніңкі заң, сен істеуің керек. Бізде түсінік осындай да. Балаңызға сіз ондай бұйрық сөйлесесіз әрдайым. Деп ше. Бірақ сен әкең сияқты, шешең сияқты көп көрген адам емессің. Ал шешең мен әкең үйде болса ше, ана баламен қалай сөйлеседі? Мына қағидадан қараңыз. Қартайған қариялар мен кішкентай балдар бар ғой, екеуінің мінездері бірдей болады. Екеуі бірдей болады. Мынаудан ренжіп қалады. Қартайған бала не болады? Уақыт келе-келе, кәдімгі жас бала сияқты, болмайтын сөздерге ренжіп қалатын болады да. Екеуі ше кәдімгідей дос сияқты сөйлесе алады. Мына апа мен ата бар ғой, мына сен немересімен, сіздің балаңызбен, сіз онымен сөйлескен сияқты сөйлеспейді, сіз деп сөйлесесіз ғой, бұлар олармен ше кәдімгі өздерінің анау достары сияқты сөйлеседі. Мына немерелер апаларынан үйрен алады, әке-шешелерінен емес. Әке-шешелерінен қорқады ғой олар. Бұлар апа-аталарынан қорқпайды, өйткені олар не? Тең дәрежеде сөйлеседі. Бірақ ол ата мен апа бар ғой, немерелерді бізден гөрі жақсырақ үйрете алады. Олар өткен бізден гөрі көп көрген ғой. Кәдімгі немерене ол дұрыс емес, оны бүйту керек деп отырып ше, біраз нәрсені үйретіп тастайды да. Бірақ олар демейді. Біріншіден ата мен апа немереге деп айтайын дегенге десе, мына келіннің көңіліне тиіп қалмасын деп ойлайды. Өйткені келін ренжіп қалуы мүмкін, мен балама сөйледі деп. Келін ренжіп қалмасын дейді да. Екіншіден, олар ана өзінің баласы ұстатып ше, ренжіп қойғысы келмейді. Апа-аталар ана уже көріп отыр ғой баладан сөз естіген кезде ренжудің қандай екенін. Ренжіп қой. Байқайсыздар ма? Апа мен ата бір жерге барса қалтасына кәмпит тығып келеді ғой. Біздің қалталарымызда темекі жүреді постоянно. Көкем күледі. Немереме деп ше. Сол қазыналарымыз аман болсын. Мына кімнің үйінде әке-шешелері бар, қадірін біліңдер жігіттер. Ананың үйіне, мынаның үйіне апар. Сен ал, жоқ. Мен алам деп таласатын болуымыз керек біз, әке-шешеңе. Өйткені сен ана платный садикке беріп өсірген балаң бар ғой, мейірімсіздеу болып өсіп қалуы мүмкін да. Өйткені ол жерде А де, Б де, В де, Г деп үйретеді. Ол жерде анаңа мейірім қыл деп үйрете ма? Үйрететіндер, бірақ ол апасы сияқты үйрете алмайды. Садик, мектеп деген бұл мейірім емес, бұлар білім үйретеді бұлар. Білім үйретеді. Мейірім, тәрбие дегенді бұл ата мен апа үйретеді.